Қазақ радиосында басты тақырып. Кеш жарық, ардақты ағайын, сіздер басты тақырып хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Пайдырахман. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен Араб Әмірліктеріне ресми сапар аясында Абу-Дабидің мұрагер ханзадасы шейх Мухаммед бен Заид Әл-Нахаянмен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық мәселесі кең ауқымда талқыланды. Сонымен қатар сапар барысында Біріккен Араб Әмірліктерінің іскерлік топтарының өкілдерімен де кездескеннен хабардармыз. Екі мемлекет арасындағы өзара ынтымақтастық мәселесінде де, экономикалық мәселеде де, жалпы инвестиция қаржы саласында да біраз уағдаластыққа қол жеткіздік. Мәселенің ізін ала осы тақырыпты одан әрі тарқату үшін біз Қазақстан президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты халықаралық зерттеулер бөлімінің басшысы Әсел Назарбетова ханымды студиямызға шақырып отырмыз. Әсел Қожахметқызы, қош келдіңіз студиямызға. Жалпы біздің ел Біріккен Араб Әмірліктерін араб елдер арасында болсын, жалпы парсы шығанағы елдер арасындағы стратегиялық әріптес ретінде танимыз. Және екі елдің арасындағы қарым-қатынас, дипломатиялық қарым-қатынас болсын, ол 27 жылдан бері нақты бір ізге қойылды деп айта аламыз. Өзара мемлекет арасындағы сенім бар, достық бар, көп халықаралық жағдайда ниеттестік бар. Былай айтқан кезде, енді кешегі мемлекет басшысының Абу-Дабиге ресми сапарын мәні неде, осы жылғы сапарының? Мәселені осыдан бастасақ. Дұрыс айтасыз, біздің Біріккен Араб Әмірліктері мен Қазақстан Республикасының қалыптасқан қарым-қатынасы осы уақытқа дейінгі ол сенімді әріптестік, сенімді серіктестік ретінде ерекше сипаттауға болады. Бұл қарым-қатынас, дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылдың 1 қазанынан басталған болатын. Яғни 1997 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Дубай қаласындағы бас консулдығы болды, ал 2005-2006 жылдары Қазақстанда және Біріккен Араб Әмірліктерінде сәйкесінше екі елдің елшіліктері ресми түрде жұмыстарын бастады. Және осы серіктестіктің, яғни ынтымақтастықтың жақсы деңгейде екенінің тағы да бір дәлел ретінде 2018 жылдан бастап Қазақстан азаматтары үшін визасыз режим қолданылады Біріккен Араб Әмірліктерінде. Яғни бұл біздің енді толыққанды екі жақты қарым-қатынастардың жүйеге қойылғандығының дәлелі. Және де айтатын болсақ, осы уақытқа дейін біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Біріккен Араб Әмірліктеріне 15 сапар болған. Бұл жұмыс сапары және ресми сапарлар. Сол сапарлардың барысында ол біздің елбасымыз үлкен марапаттарға ие болған. Және де Біріккен Араб Әмірліктерінің де үлкен басшылары Қазақстанға бірнеше рет ресми сапарлармен және жұмыс сапарларымен келіп кеткен. Және тағы да бір айта кетерлік, мысалы Қазақстандағы құсбегілік мәселесі ол Араб Әмірліктерінің шейхтарының өте қызығатын тұсы. Сондықтан да олар осы Қазақстанға жиі басқа да өздерінің сапарларымен келіп тұрады. Сондықтан енді бұл осы екі жақты қарым-қатынастардың жақсы деңгейдегі дамып жатқандығының белгісі. Және оған да бөлек біздің яғни экономикалық, сауда, гуманитарлық, мәдени тұрғыдан да қарым-қатынастарымыз жақсы. Енді бұл жолға 2 күнгі ресми сапар барысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзінің сөзінде айтқан болатын. Яғни біздің осы уақытқа дейін қалыптасқан жақсы деңгейдегі әріптестік, серіктестік, ынтымақтастығымызды жаңа бір қарқын беру үшін, соған бір бағыттарды қосу үшін, жаңа да серпін беру үшін және ынтымақтастықтың жаңа қырларын ашу үшін осы іс-сапарды ұйымдастырып, осы сапарды өткізіп, енді соның 2 күнгі біз нәтижелерін бүгін қазір көріп отырмыз. Жақсы деңгейде мемлекеттің үлкен басшылықтарымен екі жақты кездесулер болды және іскер топтарымен кездесулер болды. Дөңгелек үстелдер өткізілді. Осы жерде жаңағыдай Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктерінің ары қарайғы қарым-қатынастарының даму жолдарының перспективалар және де жаңа тұстар қарастырылды, жаңа мүмкіндіктері айтылды, оларға таныстырылды. Жалпы осы Біріккен Араб Әмірліктері мен Қазақстанды ең алдымен не байланыстырады? Жалпы ортақ мүдде қай жерде тоғысады?
Енді біріккен Тарихқа араб кішкене емірліктерімен Қазақстанды байланыстыратын енді рухани тұрғыдан алатын болсақ, ол мысалы біздің ортақ дініміз, яғни ислам діні. Бірақ Қазақстанда және де біріккен араб әмірліктерде бұл мәселеге яғни саясиландырмай қарайтын Зайырлы мәселесіне, ел ретінде. зайырлы ел ретінде, яғни дін мен мемлекеттің арасындағы ол реттелген қарым-қатынастар бар дегенді. Және де біріккен араб әмірліктері Қазақстанның осы Парсы шығанағындағы және араб елдеріндегі ең маңызды әріптесі, яғни осы мемлекетпен барлық қарым-қатынас ретке келтірілген алғашқы мемлекеттердің бірі. Және де біріккен араб әмірліктері үшін Қазақстан бұл орталық Азиядағы ең бірінші әріптес. Яғни осы инвестиция салу көлемінен болса да, жаңағыдай сауда ынтымақтастықта көлеміне келетін болсақ, бұл Қазақстан бірінші орында тұрған мемлекет. Және де сыртқы саяси мәселедегі олардың ұстанымдарына қарайтын болсақ, Қазақстанда және біріккен араб әмірліктерде бұлар яғни бейтараптық ұстанатын мемлекеттер, яғни сыртқы саясатында ол бейбітсүйгіштік, яғни даулы мәселелерді тек бейбіт жолмен шешу, дипломатиялық бейбіт жолмен ғана шешу жолдарын ұсынатын мемлекеттер. Бірақ енді әрине араб әмірліктерінде біраз қиындықтар бар, себебі бұл Парсы шығанағы ол белгілі геосаяси тұрғыдан өте қиын аймақ болып есептеледі. Енді осы соңғы жаңа жылдың басынан басталған мәселелерге байланысты да айтатын болсақ, бұл Парсы шығанағы енді қазіргі әлемдік саясаттағы даулы мәселелердің қазірде де тарихтан да бұл осындай өзінің ошағы отырған мемлекет. Соған қарамастан және біріккен араб әмірліктер өзінің сыртқы саясатында сондай өте жаңағыдай бейтараптық жол ұстанып отырған мемлекеттер. Және де осы терроризммен күрес барысында да Қазақстан сияқты біріккен араб әмірліктерде бұл терроризмге өзінің ұстанымы берік, яғни оған қарсы күресуші өзінің позициялар, ұстанымдар және өзінің бастамалары бар, соған байланысты. Жалпы араб елдерінің, әсіресе біріккен араб әмірліктеріне қатысты айтатын болсақ, біз білеміз, мұнай, химия, этнотуризм, қаржы, инвестиция саласындағы үлкен жетістіктерін жақсы білеміз. Енді біздің де экономикамыздың негізгі бөлігін мұнайдың құрап отқаны тағы бар. Одан бөлек қазір біз мына этнотуризм мәселесін, дамыту мәселесін де үлкен бағыт қылып алып отырмыз еліміз үшін. Сондықтан да сонымен қатар соларға ұқсап бізде Астана халықаралық қаржы орталығын құрып дамытуды көздеп отырмыз. Енді осы тұста екі елдің арасындағы экономикасы болсын, экономикасындағы ұқсастық пен алшақтық туралы не айтар едіңіз? Енді біріккен араб әмірліктері Қазақстанда бұл яғни шикізат қорына бай, яғни минералды ресурстарға бай мемлекеттер болып есептеледі. Мысалы, біріккен араб әмірліктері бүкіл әлем бойынша мұнай қорының 25%-ын яғни сол мемлекеттерде бар. Өндіреді. Өндіреді. Енді осы жолғы сапар барысында мемлекет басшысы өз сөзінде айтып өтті. Қазақстандағы біздің әлі қорларымыздың толық біз зерттелмеген әлі олардың көлемі, олардың жер астындағы байлығымыздың қаншалықты екені. Сол бағытта біз мысалы ол мемлекеттен тәжірибе алмасуға дайынбыз, яғни олардың технологияларын алуға, бұны ары қарай зерттеу жұмыстарын бірігіп жүргізуге, сол тұрғыдан олар біз біріккен араб әмірліктерден әліне алатын, үйренетініміз көп, тәжірибе алмасу. Және де енді сол байлықты ары қарай яғни халықтың игілігіне жұмсау жағынан да тәжірибе алмасуға болады. Және де сол жердегі мысалы жасалып отырған мемлекеттік саясатты сол игерудегі, оны пайдаланудағы, оны ары қарай дамытудағы және де ол қорды сақтауға байланысты да мәселелерді қарастыруға болады бірлесіп. Енді туризм жағынан келетін болсақ, әрине біріккен араб әмірліктері ол Қазақстан туристері үшін өте тартымды аймақ, яғни 5-ші орында тұр туристік қызығушылық танытуға байланысты. Жылына әр жыл сайын 100 мыңға жуық туристер барып тұрады онда. Сондықтан енді Қазақстанда қазір біз осы туризмімізді, ішкі туризмімізді және де сырттан шетелдерден туризмді шақыру Қазақстанда өтке табиғат байлықтары өте
көп мемлекет, мол мемлекет. Сол тұрғыдан біз қазір өте жақсы қарқынмен дамып жатыр туризмді дамытуға байланысты. Оған мысалы жақсы түрткі болған осы 2017 жылы өткізілген экспоға байланысты да, экспо көрмесі кезінде де туристерді Қазақстанға саны артты. Сол ары қарай да сол жалғасып келе жатыр. Сондықтан да сол ол туризмді дамытудың инфрақұрылымдық жағынан оны дамытудың, оның қызмет көрсету жағынан, оны бизнес ретінде жақсы жолға қоюдың жолдарын біз мысалы осы Біріккен Араб Әмірліктерінің бизнесінен үйренуімізге болады, және де олармен тәжірибе алмасуға болады. Бұл осы қазіргі біздің бірігіп бірлесіп дамытатын бағыттардың тағы да бір қыры, тағы да бір жолдары, бағыттары. Және де енді осы жолғы тағы да бір айтылған тың ой, тың ұсыныс осы ауыл шаруашылық мәселесін, органикалық Қазақстанда бізде экологиялық таза өнімдер шығарылады. Соны жаңағыдай Біріккен Араб Әмірліктерінің нарығына шығаруға байланысты. Мысалы бізде олардан инвестиция тарту арқылы осы саланы дамыту. Инвестиция тарту арқылы осы жерде ол өңдеп, мысалы ауыл шаруашылық өнімдерін, соны дайын өнім ретінде ол нарыққа шығаруға біздің әлеуетіміздің жоғары екенін тағы да ескертіліп өтті. Сол үшін Араб Әмірліктерінің инвесторлардың, бизнес өкілдерін осы Қазақстанға келіп осы бағытта жұмыс істеуге шақырды. 2018 жылы Астана халықаралық қаржы орталығы ашылатын кезде де дәл осы Абу-Дабидің мұрагер ханзадасы жаңағы арнайы келген болатын. Енді біз білеміз ғой, Абу-Дабидегі, мысалы Дубайда үлкен халықаралық қаржы орталығын жұмыс жасап жатқан. Осы бағытта да жұмыстар пысықталған сияқты біраз. Осы Астана халықаралық қаржы орталығын құруда әрине осы Дубайдағы қаржы орталығының тәжірибесі есепке алынды. Сол жақсы зерттелді. Енді осы жолда тағы да солардың бүгінгі іс-сапар барысында Дубай қаласына мемлекет басшысы қаржы орталығына барып, олардың жұмыстарымен, жұмыс істеу принциптерімен танысты, оның ерекшеліктерімен танысты. Егер де айтып өтетін болсақ, бұл Дубай қаржы орталығы мысалы 2024 жылға болжам бойынша мемлекеттің ішкі өнімінің 15%-ын осы қаржы орталығы түсіреді деген болжам бар. Сондықтан да біздің де мысалы Астанадағы қаржы орталығының әлеуетін осындай жоғары деңгейге көтеруге мүмкіндіктер бар. Әрине біз осы Дубай қаржы орталығының басқа да әлемдік қаржы орталықтарының тәжірибелерін зерттеп, соның осы бізге тиімді тұстарын алып, сол бағытта мысалы осы жолы Астана қаржы орталығымен келісім шартқа қол қойылды. Яғни осының жүзеге асуы барысында әрине көптеген тәжірибе алмасу, бір-бірімен кеңестер алмасу болып өтеді деп ойлаймыз. Және бұл қазіргі таңдағы енді әлемдік нарықтың үлкен бір көрсеткіш ретінде осы қаржы орталықтарын айтуға болады. Соған байланысты және де мемлекет басшысы Біріккен Араб Әмірліктерінің бизнесін біздің жаңағы жекешелендіру үрдісіне де қатысуға шақырды. Яғни біздің IPO-ға қатысып, сол жерде өздерінің яғни мүмкіндіктерін пайдалануға болатындығын ескертіп айтты. Жалпы кездесу барысында біраз нәрсе талқыланды. Оның ішінде екі арасындағы тауар айналымында әжептәуір деңгейге көтерілген айтылды. Инвестиция тарту мәселесінде де біраз дүниелер айтылды. Енді біздің ел жалпы осындай инвестициялық әлеуеті үлкен араб мемлекетін қандай шикізатпен болмаса қандай саламен қызықтыра аламыз? Сіздің ойыңызша? Енді жаңағы айтып өткен ол енді шикізатқа байланысты ауыл шаруашылық өнімдері, жаңағы туризмді айтып өттік, және де тағы да бір қазіргі мысалы іске асырылып жатқан жоба ретінде Атыраудағы жаңа полипропилен жасау зауытын айтуға болады. Және де осы Нұр-Сұлтан қаласындағы салынып жатқан Абу-Даби Плаза қонақ үй кешенін айтуға болады. Және де осындай үлкен бизнес жобалар бар. Бұл енді негізі айтатынымыз енді Біріккен Араб Әмірліктері тарапынан Қазақстанға деген мүдделілік, қызығушылықтың деңгейі жоғары. Енді ол осы 2 күнгі мемлекет басшысының сапары барысында көрініс тапты. Мысалы кешегі дөңгелек үстелге
80 адам қатысып, 80 яғни бизнес Біріккен Араб Әмірліктерінің ірі бизнес өкілдерінің қатысып, сол жердегі яғни талқылаған мәселелерге байланысты біз айта аламыз. Енді мысалы Қазақстанның мұнай химия саласы, өндіріс саласы, ол да өте қызығушылықты тудырып отырған салалар. Сондықтан енді ары қарайғы осы сапардан кейін, осы уақытқа дейінгі жаңағыдай жоғары деңгейде дамыған екі жақты қарым-қатынастарымыздың тағы да бір серпін тауып, жаңа бағыттар, яғни қазіргі заманның талабына сай, мысалы жаңа технологияларға байланысты технологияларды пайдалану арқылы оны біздің де өндірісті, яғни басқа жаңа деңгейге көтеруге үлкен ықпал етеді деп ойлаймыз. Жақсы, біздің уақытымыз шектеулі, эфиріміздің түйіні болсын, рухани мәдени қарым-қатынас туралы. Рухани мәдени қарым-қатынас тұрғыдан да енді қарым-қатынастарымыз жақсы деңгейге қойылған. Мысалы Астана қаласында нөмір 84-ші мектеп бар, осы Бен Заид қорының қаржысына салынған. Және де Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктері ислам ынтымақтастық ұйымы төңірегінде өте жақсы бірлесіп жұмыс істейді. Осы бағытта мысалы осы ұйымның жұмысын жақсартуға, жандандыруға, оны жетілдіруге екі жақтан өте көп жұмыстар жасалып жатыр. Және де енді біздің мемлекеттің де көптеген халықаралық бастамаларына қолдау білдіріп отқан. Бастамаларына қолдау білдіріп отыр. Мысалы дінбасыларының съезінде де әрдайым үлкен қызығушылық жоғары деңгейде азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты. Азық-түлік қауіпсіздігі бар болсын, жалпы әлемдік ғаламдық қауіпсіздік мәселесінде де Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірліктерінің яғни мүдделері тоғысады, және де осы ұстанымдары ұқсас бір-біріне. Әсел Қожахметқызы, сізге үлкен рахмет. Арнайы вақытыңызды бөліп келіп, мәселені толығымен сараптап тарқатып айтып бергеніңіз үшін алдағы уақытқа жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз. Рахмет. Ардақты ағайын, осы тұста біз басты тақырып хабарын аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған Қазақстан президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты халықаралық зерттеулер бөлімінің басшысы Әсел Назарбетова. Хабар жүргізген журналист Алмас Байдарахман. Келесіде тілдескенше аман есен болайық.